Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жақсы, рахмет. Есіміңіз? Есімім Айнұр. Менің есімім Тілеуберді, мына кісінің аты Ботагөз. Мынау алтын сандық. Бүгін сізге алтын сандық беріп тұр екен. Қай жақтан келіп отырсыз? Атырау қаласынан келдім. Атырау қаласынан келіп отырсыз. Қолшабақ. Ал бастайық ойынды. Сізге мен сразу 10 мың теңге берейін. Ал ойлаңыз. Точно ғой? 10 мың теңге. Алтын сандық. 10 мың теңге апа. Алтын сандық. Алтын сандық ма? Ал ашар ма? Ашайық. Ашасыз ба? Ашайық. Ашпай қойып, үстіне 40 мың теңге, 20 мың теңге. Алтын сандық. Алтын сандық. Ал ішіне не шықса да осындай көңіл күйді аласыз ба? Әрине. Точно. Нешедесіз қазір сіз? Жасым 41-те. Оны сізге 40 мың теңге. 90 мың теңге апа, ойлаңыз. Жоқ, алтын сандық. Точно ғой? Точно алтын сандық. Ё-моё, апа деп до конца барып тұрған сияқты ғой. До конца барып. 10 мың теңге берейік, 100 мың теңге. Алтын сандық. 10 мың қосын апа, 100 мың теңге. Алтын сандық. Алтын сандық 100 мың теңгеде бастатасыз. Бастатым. Ал ашамыз ал. Ашайық. 1, 2, 50 мың теңге. Ал енді жақсылап ойланарсыз. 150 мың теңге. Алтын сандық. Точно ғой? Бұның ішінен любой зат шығуы мүмкін. Квартира, машинадан келді, 10 мың доллар да шыққан бұның ішінен. Жұмыртқа да шыққан, 1000 доллар шыққан. Бәрінен де хабарым бар, иә. Бірақ сол маған соның ішіндегі не шықса да сол қызық болып тұр, сондықтан мен до конца алтын сандық таңдаймын. Біз танисыз ба? Точно. Сіздерді таңдаймын, сіздерді танимын, сіздерді көріп жүремін. Үнемі. Көріп жүресіз. Иә. Ал онда сізге қазір мен 100 мың теңге ғой. 20 мың теңге берші, 120 мың теңге. Жоқ, 170 мың, 170 мың ойлаңыз. Жоқ. Точно. Алтын сандық. Алтын сандық. Иә. 120 мың теңге, 170 мың теңгеден бастаймыз. Ашамыз. Кәмен бір қарап жүрейін. Ё-моё, апа, ашпай қойыңыз сіз апа. Ашпай қойыңыз болды сізге қазір 170 мың, 30 мың теңге, 200 мың теңге болды. 200 мың теңгемен кете беріңіз апа. 200 мың теңге көп ақшаңыз апа. Ойланатыр апа, ойланатыр. Жоқ, алтын сандық. Алтын сандық қой, точно. Алтын сандық. Не шықса да Өкінбейсіз. Жоқ, өкінбеймін, ешқандай да өкінбеймін. Неше балаңыз бар? Мен 5 балам бар, Аллаға шүкір. 5 балаға 20 мың, 100 мың теңге қойш. 300 мың теңге. Ал, ойланыңыз. Жоқ. 300 мың теңге апа. Соңына дейін алтын сандық таңдаймын. Қазір 10 миллион, 5 миллионға дейін барсақ алтын сандық таңдаймын. Алтын сандық. Точно ғой? Интуиция алтын сандық. Алтын сандық деп тұр, жүрегім бәрі алтын сандық деп тұр. 300 мың теңгеден бастатасыз. Бастаттым. Онда ашамыз. Точно ашамыз. Ашамыз. 1, 2, 300-ге 10 мың теңге. 310 мың теңге. Алтын сандық. iPhone 13-дің бағасы мы? Алтын сандық. 310 мың теңге апа. Жоқ, мен 310 мың теңгеден бастатып алтын сандық таңдаймын. Точно ғой? Точно. қай қалада? Атырау Атырау қаласы. қаласынан келіп тұрған. Онда сізге қазір мен 40 мың теңге берейін. Ең жақсылап ойланырсыз. 350 мың теңге. Апа, ойланып ата. Апа, ойланып ата. Жоқ, алтын сандық. Алтын сандық қой. Точно айттыңыз ғой. Точно. Ал ақшадан бастатасыз. Бастаттым. 350 мың теңге көп ақша емес пе? Алтын сандық. Аз ақша емес. Алтын сандық. Алтын сандық. До конца алтын. До конца алтын сандық болсын. Алтын сандық қой. Иә. Тағы бір қарап жіберіңізші. Ё-моё, жоқ, апа, ашпай қойыңыз. Ренжімейсіз ғой, иә? Болды, Жоқ, болды. ешқандай да ренжімеймін. Жоқ, болды, ашпайсыз. 20 мың теңге, 400 мың теңге болды. Осы жерге қоя салайық апа. Қоя салайық. Ойланып Апа, қоя салайық. Ал 100 мың теңгеден басын тартып, алтын сандық таңдаймын. Мә, апа, алтын сандық дейді, до конца дейді. Халық не дейді екен? Алтын сандық, бәрі алтын сандық. Алтын сандық деп адам ма? Онда сізге алтын сандық болса, қанша болды ме? 400 мың? 50 мың қоспеш, 450 мың теңге. Жоқ, алтын сандық. Точно ғой, бастатасыз ғой, 450 Бастаттым. мың теңге. 450 мыңнан бастаттым. Мақсат, әкеш, iPhone 11 әкеш. Міне сізге iPhone. iPhone 11 және 450 мың теңге алып ойланарсыз. бір айфоныңыз мініп тұр, бір айфонның ақшасы мініп тұр. 450 мың теңге апа, ойланыңыз. Жақсылап ойлаңыз. Апа ойланып отыр, ақша көз түсіп кетті. Мен жолдасымен ақылдасып жүрсем. Ақылдасыңыз. Аға не дейді екен?
Ал 450 мың теңге және бір iPhone 10. 128 гига қойды еще. Алла жаслан. Мен бұл сервисте Алиханға телефон алып едім. 520 бір iPhone алдым. Енді маған алтын сандық шықты. Енді таңдау болып тұр мына жерде. 500 мың ақша және 11 iPhone 11. Я болмаса алтын сандық. Қайсысын таңдар едің менің орнымда болсам? Ақша дейді. Ақшаны. Ақша дейді. Ақша дейді. Неге мүмкін мен алтын сандықтың ішінен, может квартира, может машина бірдеңе шығып қала ма деп жүрегім солай сезіп тұр. Бір конфет шығып қалса дейсіз ба? Ағамды көретін сияқты біз. Жарайды, мен өзім қазір өзім шешіп көрейін енді. iPhone 11 тұр. Сен ақша деп тұрсың ғой. 450 Менің жүрегім бәрі алтын сандық қалып тұр. Көрейік жарар. Сәт. Ал, ағам не? Жолдасым ақшаны таңдап деп тұр. Ағаммен келу керек еді. Ағаңыз көріп жүр ғой, әдемі көріп тұрамын сіздерді. Оның ішінен бір тістелген алма да шығып жүр, бір жұмыртқа да шығып жүр, квартира да шығып жүр. Сондықтан ол, тем более қасында iPhone болғаннан кейін, осындай ақша болғаннан кейін ол кісі ақшаны таңдап деп тұр, бірақ менің жүрегім әлде алтын сандықта қалды. Жаңа мен сөйлесіп жатқан кезде S21 FE деген телефон алған екенсіз. Сізге көрініп болсын, менің атымнан $100. Өзіңізге ойынсың. Оны есептемей қойыңыз, өзіңіз қала беріңіз. 500 мың теңге. Сосын ал ойлаңыз ал. 500 мың теңге. iPhone 11 миллион. Екінші ақшасын міне. Ал, жақсы ойлаңыз. Сіздер адамды қинап жүріңдер. 2 ақша алып, 2 iPhone алып. Апа ойланып жатыр. Жарайды, мен ақшаны таңдаймын. Точно? Ақшаны таңдаймын. Oldu, hepsini ben aldım. İçine girseniz abi. Kutlu olsun. Mına içinde ne var eken halkka da өзіңізге de қызық сияқты. Көрейік. Ақшамыздан Қандай дүние шықса да менің арманым орындалсын, сандықтың ішін көріп кету менің мақсатым. Не шықса да көрейік. Ал, ашамыз. Алтын сандық аша. Бұл жерде Honda автомобиль. Қазір ұтып алғандай болынып жатсыз апа. Бұл бұйырмай қалды сізге. Қайыры. Жетпес жоқ, ешқандай да өкінбеймін. 1 миллион да аз ақша емес мен үшін. Сізге көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісін көріңіздер. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз. Өзге не айтар едіңіз? Мен айтар едім сіздерге үлкен рахмет. Ойын бәрі шынайы. Мен сіздерді бұрыннан көретінмін. Арманым болған осындай күндердің күнінде маған алтын сандық шығып қалса, мен соңына дейін алтын сандық таңдаймын деп. Бірақ бұл жерде менің таңдауым ақша болды. Сондықтан да ешқандай өкінішім жоқ. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз еселене берсін. Клиенттеріңіз көп болсын.